Бізде келетіндер псориаз, атопический дерматит, экзема бір ситуация болған бір қызда. То, что лицоның жарты бөлігі істемей қалды. То есть нервтер реагировать етпей қалды. И осыған байланысты ол больницада жатып шықты. 2 апта бойы лечение алды. Енді қазір постараюсь ондай методтарды жасамау. Масланы көбісі қорқады. То есть ол пора завивать етеді деген сияқты. Бірақ бұл көбісі бұл нәрсенің маркетинговый ход екенін білмейді. То есть гидрофильное масланы сөздің өзі, гидрофильный деген, гидро деген сөз, это су деген сөз. Фильный еткен кезде кожаның состояниесін тыңдау керек. Если ол қатты құрғақ болатын болса, то кислотаны исключать етіп, дальше просто увлажняющий компоненттер қосу керек. Потом уже кожа өзінің қалпына келген соң қайттан кислоты бастау керек. В основном осындай. И көбінесе масс-маркетте созылмалы тері аурулары өте көп қазір. В основном Қайырлы күн, ардақты көрермен. Бүгінгі біздің подкастымыз денсаулық саласына, яғни сіздерге пайдасы тиетін, көмегі тиетін, пайдалы бір жақсы подкасттардың бірі болайын деп тұр. Сіздермен алдағы уақытта болатын мен Диханбай Женерке және қонағымыз Асанова Әсел ханым. Жалпы Әсел ханым, қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Сіздің осы салада жүргеніңізге 7 жылдай уақыт болыпты. Осы салада ішкі асханасы дейді ғой. Ішкі асханасы қалай? Ұнап жатыр ма? Қиын емес пе? Қиыншылықтары болады, әрине, без этого никак. Бірақ 7 жыл өтті, ары қарай оқимыз, жұмыс жасаймыз. Әзірге бәрі жақсы. Өзіме ұнайды. Жалпы сіз бұл салаға бала кезден бері армандадыңыз ба, әлде кейіннен өсе келе пайда болған арман бе? Бала кезден армандадым. Бір сөз бар ғой, сапожник без сапога деймін. Кезінде менде тері аурулары бойынша ауырғам. То есть экзема болған менде анамнезде. Және жүйке жүйесі жағынан тоже проблемалар болғандықтан 2 мақсат болды. Или дерматолог, или невропатолог, короче. И кішкентай кезімнен бастап көп врачтарға барып емделдім. Бірақ өкінішке орай сол ауруды емдеу үшін 10 жылдай, 15 жылдай уақыт кетіпті. И пока что жақсы дәрігер табылмайынша сол аурудың көптеген қиыншылықтарын көрдім. Сол себептен болашақта мақсат болды. Жақсы дерматолог маман иесі болу үшін. Себебі қазір көбісінде дерматолог мамандар өте аз, шынымен емдей алатын, нәтиже бере алатын врачтар өте аз болғандықтан. Солай арман мақсат туды. И оған тағы да бір себеп, менде подростковый возраст кезінде проблема болды акнемен. Сол акнені емдеуге деген қызығушылық қатты болғандықтан, солай косметологияға келу арқылы ары қарай дерматологияға келдім. Жалпы осы кезде менде бір қызық бір нәрсе айтқым келіп тұр. Менде бұрын, қазірге дейін псориаз бар. Бұрыннан осы подкастты түсіруіме де себеп болған, осы дүние болатын. Жалпы интернеттен ашып көремін, таппаймын, түрлі менде бардың неше түрлі нәрселерге, бірақ осы Астанаға келгелі бері осы басылды менде псориаз. Яғни созылмалы ауру мүлдем жазылмайды деген нәрселерді естідім да. Жалпы бұл стресске байланысты дейді. Осыған қалай қарайсыз? Сізде генетикада кісілерде бар ма? Жоқ, ондай жоқ екен. Сол генетика деп айтты көбінесе. Бірақ ондай таппадым. Псориаз ол генетикалық ауру болып табылады. И созылмалы ауру. То есть дерматология саласында бізде бір ауруды алып келіп, одан құтыла салу деген нәрсе жоқ. Себебі ол нәрсе генетикада заложено болғандықтан, ол нәрсе қайталана береді. И обострение беруіне көптеген факторлар әсер етеді. Стресс, питанияның бұзылуы, режимнің бұзылуы. Сол әсерлерге байланысты кез келген тері ауруы обострение береді. И барлығын бір қалыпта ұстап жүру керек. Сол себептен бұл аурудан сразу құтылып кете салу оңай емес. И сол рекомендациялар сақтау арқылы ауруды бір қалыпты ремиссияда ұстап тұруға болады. Жалпы сонда психология мен дерматологияның байланысы өте тығыз дейсіз ғой? Әрине. Бізде эмбрион түзілген кезде әртүрлі қабаттар бөлінеді. Сол қабатта нерв жүйесі мен тері екеуі бір отростықтан дамыған екен. Это означает то, что терінің нерв жүйесімен тікелей байланыс бар. Сол себептен, то есть стресс болған жағдайда бізде тері бірінші жапа шегеді, потому что бізде защита ретінде қызмет атқарғандықтан кожа бізді сыртқы факторлардан защит ету арқылы ол көбінесе өзін қатерге тігеді басын. Сол себепті тері аурулары бізде көбінесе солай выраженно көрінеді. То есть психосоматика бойынша бізде көбінесе жаңа сыртқы факторлардағы қандай да бір моменттерді
принимать ете алмаған кезде, көбінесе аллергия тоже также бір заттарды принимать ете алмаған кезде, бірақ көбінесе психосоматика жағдайында, то есть белгілі бір адамды, белгілі бір затты өзінің өміріне кіргізгісі келмеген кезде кожное заболевание выраженно шығады көбінесе. Псориаз тоже так же, то есть сіз өміріңізде немесе белгілі бір жағдайларға байланысты бір нәрсені өзіңіздің өміріңізге кіргізе алмағандықтан, және де сыртқы өзінің зона комфортасынан шыға алмайтын адамдарда көбінесе псориаз болады. То есть кожа өзін как бы защищаться ету арқылы, жаңа бізде кожа отшелушиваться етеді ғой. Отшелушивание бұл жерде 20 күнде бір рет емес көбірек болады. Солай отшелушивать еткендіктен жаңағы кожада қатты тығыз нелер қалыптасады, жаңа чешуйкалар деген сияқты. Бұл алғашқы белгілері ғой, иә, сонда, иә? В основном психосоматика бойынша ма, әлде негізі жалпы ма? Жалпы. Жалпы алғашқы белгілер көбінесе папула ретінде шығады, то есть денеде высыпание ретінде шығады, как обычно. Бірақ высыпанияның негізгі өзінің көрінісі, то есть ортасында көбінесе шелушение болады, то есть бетінде қатты қабат болады. И ары қарай обострение болған сайын ол высыпанияның саны көбейеді, и бетінде отшелушивающий жаңа қабат көбірек болады. То есть белгілі бір бастапқыда аз болғандықтан кейін уже көбейіп кетуі мүмкін. Қыздардың сүйікті тақырыбы косметика тақырыбында болса екен деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда қымбат косметика, арзан косметика деп бөлінеді. Көбінесе қымбатты, олар сапалы деп ойлайды. Бірақ осы арнайы мамандардың айтуы бойынша түрлі арзан косметикаларда қымбат косметиканы бірінші құрамына қарау керек деп. Ол жайлы не айтасыз? Ең алдымен бұл жақта да тоже специалистке обращаться ету керек. Егер қатты проблема болатын болса, высыпаниемен байланысты, акнемен байланысты, то есть жеңіл, орта, ауыр дәрежесінде ең бірінші дерматологқа обращаться ету керек. Дерматолог назначать етеді лечениені, и дальше сіз дерматологпен бірге бір лечение қабылдайсыз. Косметологический жағынан ол көбінесе бұл жағынан көптеген жаңағы постакне, немесе рубцы бар, морщины бар, сол жақта кісілер көбінесе косметологияға жүгінеді. В основном егер акнемен проблема болатын болса, тері аурулар бойынша проблема болатын болса, то лучше дерматологқа обращаться еткен дұрыс. Косметика бойынша, косметикада сіз алған кезде всегда ценасына қарайсыз. То есть егер ценасы жоғары болатын болса, это означает, что оның составы да соған байланысты жоғары и богатый вообще-то сайтет. А если цена ниже болатын болса, то оның составы бойынша өзінің функциясы бойынша да тоже ішінде составы аз компоненттер бар деген сөз. Және ол кожаға көмектеспейді деген сөз в основном. Подборды да көбінесе қазір Инстаграмнан, ТикТоктан көреді барлығын. То есть өздері қалағандай барлық нәрсені ала береді, бірақ қолданғанда оны ешқандай результат көрмейді. Сол себепті специалистке обращаться етіп, нақты подбор алған дұрыс. Сол кезде сіз өзіңіздің ақшаңызды да үнемдейсіз, бетіңізді артық проблемалардан сақтайсыз, и солай результатқа жетуге болады. Жақсы, рахмет. Жаңа сіз бірінші приш, акне деп айта кеттіңіз. Көбінесе өтпелі кезеңдерде осы акне приш байқалатындағына өтпелі кезеңде, бірақ көбісі мән бере бермейді, өзі кетеді деп. Осыған не айтасыз? В основном акне подростковый возрастта басталады. Көбінесе бұл кезде бізде андроген деген гормон бар организмде, сол андрогеннің жоғарылауына байланысты осы ауру өрши бастайды. В основном андроген деген гормон ер адамдарда көбірек болады, әйел адамдарда азырақ. Бірақ именно подростковый возраст кезінде әйел адамдарда андроген көбейіп кетуіне байланысты, то есть вот этот поралардағы себум бөлінеді, жир, біз айтқандай. Соның көп бөлінуіне байланысты бетте проблемалар пайда болады. То есть именно көп бөлініп жатқан кезде подростықтар білмейді қалай жұмыс жасау керектігін, қандай уход қолдану керектігін, қалай очищать ету керектігін. Соған байланысты поралар забиваться етеді, и олар ары қарай комедоны, черные точки, потом в конце высыпание алып келеді. То есть комедоныға если жаңағы бактерия түсетін болса, ол міндетті түрде пришке айналады. Солай подростықтардың көбісі ушықтырып алады проблеманы. Сол кезде в основном уходты корректировать етіп, егер подросток өзіне ухаживать етіп қарайтын болса, то ары қарай уже проблемамен тезірек күресуге болады, және тезірек шешуге болады. Сонда жаңа рубцияға кетіп қалмайды, постакне қатты болмайды, то есть высыпанияны успокоить ету арқылы, дальнейшем уход соблюдать ету арқылы осы аурудың алдын алып отырады в основном. Және психосоматикаға байланысты подростықтар көбінесе бәрін түсінемін, то что
ағза жаңадан қалыптасып жатыр, и сол кезде көбінесінде көп адамдарда непринятие себя, не любовь к себе, сондай сияқты негативный ойлар болады. Солардан да в основном негізінде акне шығуы мүмкін. То есть сол кезде подростковый периодта кеңес айтамын, чтобы өздерімен жұмыс жасап, өздерін дамып, оқып, жетілу деген сияқты сондай жұмыстар жасау арқылы, өзіне самооценкасын көтеру арқылы, өзін жақсы көру арқылы бұл проблемадан тағы да қосымша как жолы ретінде деп түсінемін. Жалпы өтпелі кезең, қиын кезең, актуальный тақырыптардың бірі ғой. Осы видеоны көріп отқан көрермендер, өтпелі кезеңде жүрген жандар, немесе сол кісілердің ата-аналары болатын болса, міндетті түрде ол кезеңде психология бойынша, осы терминдермен бойынша үлкен жұмыс істеу керек деп есептеймін, иә? Ал өзіңіз жалпы қазіргі таңда минимализм трендте болып жатыр. Косметикадан гөрі 3-4 өнім косметикаға 2 өнім қолданады дағыны, ал уходқа келгенде керісінше көбірек қолданады. Осы жайында өзіңіз қандай уходтар қолданасыз және қандай кеңес бересіз? Қазір сол тренд болды ғой. Без макияжа, больше ухода деген сияқты. В основном уходта барлық уход жақсы, бірақ составына қарай, проблемаға қарай жақсы подбирать ету керек. Мен қазір өзім профессиональный косметикаға көштім. То есть раньше корейский бойынша консультация беретін едім, бірақ корейский косметикалардың әр жыл сайын составтары азайып жатыр, и результатты сол себепті өте аз болып жатыр. Профессиональный косметикадан қазір пациенттермен де значит етем, өзім де қолданам, маған қатты ұнайды Ангиафарм деген россиялық бренд. Қазір полностью өзімнің пациенттерімді сол уходқа подбирать етіп беремін және қолданады, и результаттары күшті, бәріне ұнап жатыр. Теріге байланысты майлы тері, құрғақ терілер деп әркім әртүрлі нәрсені пайдалана береді. Ол өзің терісінің түрін білмейді немесе. Мысалы, маған ұнайттағына сен осыны пайдаланып көрші, ұнайды деген нәрсе айтылады. Бірақ олар өздерінің терінің типіне мән бермейді. Тип бізде 4 түрге бөлінеді. Жирная, комбинированная, сухая и нормальная. В основном қазір бізде өзіміздің Қазақстанда аумағында жирная, комбинированная кожа көбірек. Сухая и нормальная кожа көбінесе корейцтерде олар, кореялықтарда. И көбісі корейский косметикаларды в основном сухая и нормальная кожаға подбирать етіп, создаваться етіледі көбінесе, потому что кореялардың типтері сондай. А бізде жирная, комбинированная кожаға, бізде жаңағы сухая, нормальная кожаға келетін уходтар бізге сәйкес келмейді мүлдем. И көбінесе қолданған кезде поэтому көбісі обострение алады, кожа сушится етеді, и мүлдем результат болмайды. Сол себепті типке байланысты уход таңдалу керек, и сол арқылы проблеманы тезірек шешуге болады. Бірақ бұл кезде де арнайы маманға жүгіну керек міндетті түрде. Бізде студенттер бар, мысалы, бір қаладан екінші қалаға ауысқаннан кейін ауа ауысады, тұрғылықты күнделікті өмірдің іс-әрекеті ауысады. Сол кезде бірден тері, яғни бетте прыж, акне шығып бастайды, қызарып немесе. Сол кезде күнделікті үй жағдайында не істеу керек алдымен? Негізі кожаның состояниесіне әртүрлі нәрсе реагировать етеді. Күннің сәулесі, стресс, суық, питание, режим, сон барлығын әсер етеді. Көбінесе байқаймын пациенттердің ішінен бір қаладан екінші қалаға орналастырған кезде проблемалар ушығады. Бұл в основном нормальный процесс, бұны просто переждать ету керек. И осы кезде көбінесе жаңа режимге көңіл бөлу керек, и уходты менять ету керек. То есть көбінесе жылы жерден суық жерге бару мүмкін, сол кезде уходты тоже қарау керек. Например, жылы жерде просто увлажняющий креммен қолданып жүре берді, а суыққа келген соң ол увлажняющий кремнің составын көбейту керек. То есть восстанавливать ететін, увлажнить ететін деген сияқты. Сол сияқты суықтан жылы жерге өткен кезде де тоже так же. То есть кремдерді азайтамыз және көбінесе жаңағы проблемаға жұмыс жасайтын кислоты, активы деген сияқты компоненттерді қосу керек болады. Сіз жалпы өзіңіз бұрын Шымкентте тұрдыңыз, Түркістанда оқыдыңыз, қазір Астанадасыз. Қиын емес па? Өзіңізде ондай проблема болған жоқ па басында? Менде болған жоқ. Астанаға келген кезде менде лицоның состояниесі наоборот жақсарды, өте қатты жақсарды. Потому что Шымкентте күн ыстық, менде жирная кожа, Шымкентте күн ыстық, и проблема көбірек болатын еді ол жақта. И мен өзім ыстықтан қатты жақсы көрмеймін. И Астанаға келген соң тоже комфортно, салқын немножко бар енді, бірақ маған ұнады погода. Мен жазда келдім ғой. Жалпы байқаймыз, шымкенттіктер көбінесе Астана жағады, әсіресе майлы типте. Мысалы, маған да ұнады, Түркістаннамын ғой мен өзім. Маған бірден Астана ұнады, ауа райы, денсаулығым бірден жақсарып кеткендей болды. Бір жағынан ағарып бастады. Бірақ сол емес па погода? Погода нормально, ұнайды маған. Мен үйреніп жақсы. Бізде просто универ мен общаганың арасы болғаннан кейін қатты біліне бермейді.
алдағы уақытта бет шығып жатқан кезде білінбесе қатты. Астана күн жылып жатыр, біз Шымкент пен Түркістанда ыстықта сайқалып келеміз. Сондай осы жыл сондай болып жатыр. Қар әлі жауған жоқ, бүгін енді жауды. Кеше бүгін енді. Жалпы сол, ал егер көбінесе әйел адамдар видеодан көреміз, ютубтан көреміз, қыз балалар түрлі үй жағдайында жасалатын маскалар жасаймыз. Ал ол жайлы айтасыз? Қарсымын, өте қатты қарсымын. Себебі қазір бізде уже технология дамып кеткен, барлық нәрсе дамыған, и уже в основном активтердің процентін азайту арқылы уже уходқа барлығын қосып қойған. То есть егер сіз какой-то проблеманы шешкіңіз келсе, активті таңдауыңыз керек и соны қолдануыңыз керек ұзақ уақыт бойы. В основном аптечный компоненттер, народные средстволар, ол жерде уже составы тазартылмаған, то есть ол бетке уже кері әсерін беруі мүмкін. Мен көрдім, то что аптечный витамин С-ны на лицо жағатын. С одной стороны, витамин С бізде в основном ампуланы ашқан кезде сразу көп проценті ауаға ұшып кетеді. И соны ескеру арқылы уже уходовый косметикаларға оны уже қосып қойған. Және жаңа методты қолдану арқылы бетке раздражение алу мүмкін, зуд болу мүмкін, жжение болу мүмкін. И как бы открытый доступ болғандықтан, ол жерде шыны болғандықтан, это использовать на лицо, это очень опасно. Тағы да көргенім, вот этот мұзды суға бетін. Мен де көрдім. Иә, ол тоже опасно, потому что неврит деген ауруды аласыздар. То есть беттегі нерв жүйесінің қабынуына байланысты, то есть сізде на лице паралич болып қалуы мүмкін. То есть бізде бір ситуация болған бір қызда, то что лицоның жарты бөлігі істемей қалды. То есть нервтер реагировать етпей қалды. И осыған байланысты ол больницада жатып шықты, 2 апта бойы лечение алды. Енді қазір постараюсь ондай методтарды жасамауға. Ол методты жасаған сол, суға салған бетін. Өте қауіпті. Ал егер осы жағдайында жасауға болмайтын болса, онда міндетті бізге оқырмандарға пайдалы болсын көбірек, осы 4-терге байланысты әрқайсысына бір жеке-жеке өзіңіз қандай кеңес бересіз? Консультация ма? Көбінесе жирная кожаға активтар қосу керек. То есть кислоты, ниацинамид деген компоненттерді актив қосу керек, витамин С қосу керек, және очищение двухэтапный болу керек. То есть гидрофильная масса и плюс пенка. Көбісі гидрофилканы жақтырмайды, білемін, ол туралы қазір тағы айтып кетемін. То есть двухэтапное очищение, хорошее очищение болу керек, актив болу керек, и компоненттер, жаңағы кислоты, ретинол қосуға болады. Осы компоненттерді қосу арқылы, то есть очищение дұрыс болып жатыр, поралардың бәрі чистый, ал жаңағы активтер мен кислоталар көбінесе кожаның жирностын төмендету арқылы проблеманың алдын алып отырады, то есть профилактика ретінде. Бұл комбинированная кожа мен жирная кожаға жүреді. Сухая и нормальная кожаға в основном көбірек увлажнение қосу керек, то есть восстанавливающий барьерлер, то есть это кремдер, сывороткалар, и очищениені азайту керек. То есть егер сіз жирная комбинированная кожа утром вечером очищать ететін болса, то сухая нормальная кожаға просто вечером макияжды смывать етіп, утром просто тонермен сүртуге болады. Бірақ көбірек увлажнение болу керек и көбірек восстанавливающий компоненттер қосу керек болады. Жақсы ақпарат болды бұл. Ал жаңа гидрофильный масло туралы айтамын. Гидрофильный масланы көбісі қорқады. То есть ол пора завивать етеді деген сияқты. Бірақ бұл көбісі бұл нәрсенің маркетинговый ход екенін білмейді. То есть гидрофильное масланы сөздің өзі, гидрофильный деген, гидро деген сөз, это су деген сөз, фильный это как там еріп кетеді, то есть смывать етіп тастайды деген сөз. То есть бұл жерде гидрофильное масланы лицоны очищать етесіз, и ол жерде сумен контакт болған кезде масло просто еріп кетеді, жоқ болып кетеді. То есть бұл жерде көбісі масло деген сөзден қорқатын шығар, наверное. То есть сіз гидрофилкамен очищать етесіз бетіңізді құрғақ бетке. Очищать етіп болған соң кішкене сумен контакт болған кезде ол белый эмульсияға айналады. То есть сумен белый эмульсия деген сөз, ол масло полностью еріп кетті деген сөз, жоқ болып кетті деген сөз. Осылай очищать ету арқылы сіз макияж смывать етесіз, SPF-ка смывать етесіз, и сізде кожа жақсы очищаться етеді, чем просто пенкаға байланысты. Себебі білеміз, біз макияж, SPF-ка по составу немножко жирная екенін білеміз. То есть физикада закон бар, то, что жироподобное снимает, очищает жироподобную деген сияқты. То есть масло очищает именно составында маслосы бар заттарды очищать етеді деген сөз. Көбінесе бұл нәрсе комбинированный жирная кожаларға қолданған дұрыс.
егер де на лице легкий подтон, макияж болатын болса, то мицелляркамен етуге болады. Бірақ при этом мицеллярканы тоже смываете пенкой. Көбісі ойлайды мицеллярканы просто очищать етеміз, оны смывать етпейміз деп. Смывать ету керек обязательно, потому что оның құрамында тоже пауфтар бар. Олар на поре оставаться етіп, забивать ету мүмкін или неправильно очищать ету мүмкін. Сізге көбінесе келетін клиенттердің қателігі осылай ғой, жалпы? Немесе тағы да басқа қандай қателіктер жасайды көбісі? Көбісі гидрофильный массаны қолданбайды, макияжды дұрыс смывать етпейді, макияжбен ұйықтайды, кислоталарды процентімен қолданбайды, то есть низкий проценттен бастау керек, және бізде этап лестницы деген бар, то есть потихоньку қосу керек, аптасына бірінші бір рет, потом келесі аптасына 2 рет деген сияқты. И қарау керек, то есть кислота, ретинол қолданған кезде кожаның состояниесін тыңдау керек. Если ол қатты құрғақ болатын болса, то кислотаны исключать етіп, дальше просто увлажняющий компоненттер қосу керек. Потом уже кожа өзінің қалпына келген соң қайттан кислота бастау керек. В основном осындай. И көбінесе масс-маркеттегі компоненттер қолданады. Масс-маркет деген корейский брендтерден де төмен тұратын брендтер. Супермаркетте сататын 2000 теңгелік, 3000 теңгелік умывалкалар бар. Соны қолданады көбісі. Олар барьер бұзады в основном. Лучше не советую оларды қолдану. Оның орнына корейский можно хороший брендтерден таңдауға или профессиональный уходқа. Но если жақсы уходқа тез жеткіңіз келсе, то лучше сразу профессионального. То есть профессиональный уходтан сіз лучше бір-екі баночка алу арқылы сіз жақсы результатқа жетесіз, чем корейскийден бірнеше банканы алғаннан көрі. Сіздің мен инстаграмыңыздан көрдім, набормен тұр екен. Уходқа арналған косметикалар. Олар тоже сол сізге өзіңіз арнайы ұсынатындар, иә? То есть кожаның пациенттің состояниесіне байланысты, проблемасына байланысты солай уход таңдалады. Оның қалай бізге оқырмандар айта кетсеңіз, қандай компания өзіңіз? В основном профессиональный бренд Angiofarm, российская косметика. Егер де сіз, например, косметологический процедура жасауға көбісі қорқады, сол кезде егер только уходпен нәтижеге жеткіңіз келсе, то есть полностью подбор жасап береміз. Подборда, то есть сізде керек нәрсе гидрофильная масса, пенка, тонер, сыворотка, крем, SPF-ка, осы компоненттер полностью подбираться етіледі. И осы уход арқылы сіз минимально 1 айдан максимально 3 айда результатқа жақсы жетуге болады. Оқырмандар осы жерде қате түсініп қалмау үшін, бұл маркетинг емес, жай ғана біздің сіздерге пайдалы болсын деген дүние ретінде түсіріп отырық, айтып отырық. Жалпы тағы да бір нәрсе айта кететін нәрсе, ол көбісі сумен лимонды араласып ішкен пайдалы дейді. Бетке таза, бір жағынан адамға азуға көмектеседі дейді. Ал біреу дұрыс емес дейді. Осыған ойыңыз қалай? Жақсы метод, маған ұнайды тоже. В основном утром көбісі таза судан бастайды, жылы судан. И натощак лимонмен ішкен су өте күшті. Дәм, то есть судың дәмін өзгертеді тоже так же. И в основном лимонның составында тоже витаминдер бар, витамин С деген сияқты. Олар как организмге антиоксидант ретінде тоже хороший әсер береді. Мен замын, бірақ көбінесе асқазан жолдарымен аурулары бар кісілерге бұл болмайды. То есть гастрит, язва деген сияқты. Оларға лучше не стоит. То есть натощак ондай компоненттерді, фруктыларды қолдануға болмайды. Лимонның құрамында цитрус бар ғой. Бұл кейбір тері ауруларына зиян болуы мүмкін екен. Тоже. Жаңағы псориаз, экзема секілді. Оларға қалай не істейсіз? Көбінесе атопический дерматиттерге болмайды. То есть в основном бұны компоненттердің ішіндегі кейбір компоненттерді біздің организм көтере алмайды. То есть аллергия беру мүмкін, какой-то реакция беру мүмкін. То есть біздегі антиденелер жаңағы цитрустағы антигендерге кері реакция береді. То есть иммунный система жүреді, и сол себептен аллергический реакция болады. Жаңағы отек квинки или крапивница сияқты аурулар болуы мүмкін. В основном бар ондай. Көбінесе бұл ауру жастық шақтан, то есть бала кішкентай кезінде пайда болады. И сол кезде кейбір компоненттерге балада уже сразу реакция береді. Кез келген цитрус болсын, там шоколад, сладкое деген компоненттерге аллергия береді. В основном енді ол кісілерге нужно постараться исключить вот эти компоненты и более. Немен алмастыруға кеңес бересіз сонда? Цитрусты ма? Иә, цитрусты. Өйткені С витаминінде керек қой, мысалы, емес пе?
ну тогда көбінесе препараттармен принимать еткен дұрыс шығар. Бірақ в основном витамин С это для понятия иммунитета ғой көбінесе, а так былай қатты показаний жоқ ол витаминді қолдануға. В основном ауырған кезде, грипп болған кезде назначить етеді көбінесе. Бірақ атопик балалар көбінесе бұл компоненттерді исключать еткен дұрыс. То есть сладкое, шоколады, там цитрус. Но цитруске қатты бермейді, мен байқадым өзім. Бірақ сладкое мен шоколадтарға көбірек реакция береді көбінесе. Ақыр витамин туралы айтып отырық. Көбінесе бетке пайдасы бар, терге пайдасы бар. Қандай витаминдер қолдану керек? Витамин С, актив, сыворотка ретінде болады. В основном для осветления лица, кожаның иммунитетін көтеруші жақсы жұмыс жасайды. И в основном кожаның антиоксидантный действиесін тоже жоғарылатады. То есть антиоксидантные действия дегеніміз ол көбінесе сыртқы факторларда бізде свободный радикал көп болады. Күннің сәулесі көп болады, солардың кері әсерін төмендету үшін қолдануға болады. Сонымен қатар антивозрастной компонент ретінде считаться етеді. То есть егер де сіз уже жасыңыз 30-ға 35-ке келіп жатса, то сізге уже витамин С уходқа обязательно қосу керек, чтобы кожаның тонусын бір қалыпты жақсы ұстап тұру үшін. Онда көбінесе осыны жеміс жидек түрінде немесе таза түрінде жеген дұрыс па, әлде оны дәрі ретінде қабылдаған дұрыс па? Көбісі әртүрлі айтады да. В основном бұл жерде проблемаға байланысты. Егер сізде кожная проблема болатын болса, на лице болатын болса, сыворотка ретінде қолданасыз. То есть также денеде какой-то пигмент болатын болса, постакне болатын болса, сыворотка ретінде қолдануға болады. А если внутренний организмдегі тоже антиоксидантные действия ретінде, то есть внутрь қолдануға болады. То есть аптечный варианттарды көбінесе. И в основном тоже цитрустан аламыз, фруктылар разные, солай тоже көбірек қолдануға болады. Витамин А бар. В основном оны произвольный ретинол деп айтады. В основном оны көбінесе жаңағы ретинолды үлкен кісілер антивозрастной компонент ретінде қолданады. То есть беттің тонусын қатайтуға, жаңағы морщинаның алдын алуға солай қолданады. Созылмалы тері аурулар жайлы айттық қой. Сол жайлы тағы да ақпарат бере кетсеңіз, қандай түрлері қазір көбінесе сізге келіп жатыр клиенттерден? Созылмалы тері аурулары өте көп қазір. В основном бізде келетіндер псориаз, атопический дерматит, экзема, осы негізгі аурулар осылар в основном. Псориаз қазір өте көп. Қазір кішкентай баладан уже үлкен кісіге дейін өте көп. И в основном көбісінде уже лечение қабылдаған, бірақ лечение результат берген, но ары қарай обострение көбейіп жатыр. То есть какой-то нелерді сақтамайды, рекомендациялар сақтамайды, көбінесе стресс болады. Соның әсерінен қайтадан өршіп жатыр көбінесе. Атопический дерматит тоже так же, то есть оларда с детства болады көбінесе. И солар подросток болған кезде көбінесе жаңағы тәттілерді көп жеген кезде, шоколад көп жеген кезде тоже обострение беріп жатыр. Сонымен қазір көбісі келіп жатыр. Көбісі врачтарға емес, көбінесе уже стационарға келіп 7 күн бойынша емделу үшін солай келіп жатыр көбінесе. Бірақ көбісі бірінші емшіге, соларға барып көрінеді ғой. Сол жайлы не дейсіз? Нет, лучше дерматологтарға. Бірінші де, арнайы маманға барған дұрыс. Мына нәрсе бар ғой. Қазір көптеген тек қазақстанда емес, көптеген елде бұл нәрсе артып жатыр екен. Бұған экологияның қатысы болуы мүмкін бе? Экология әсер ете ме? Экология әсер етеді, бірақ генетика сияқты емес. То есть бұл жерде уже көбінесе үлкен проценті, 80% ол уже генетика. То есть сізде егерде генетикада заложено болса, то сізде бұл ауру болады. То есть сізде болу проценті жоғары болады. Бірақ уже ары қарай оның пайда болуы, болмауы в основном жаңағы факторларға байланысты. Сыртқы орта, стресс, питание, режим, соның барлығы әсер етеді. Даже обычный сонның өзі бұзылған кезде көптеген аурулар обострение беруі мүмкін. Не только кожный емес. Бізде айтады ғой, ағза адамның терісінің айнасы деп. Орысша ағылшынша, бұл асқазаннан да болады ғой, иә? Иә, әрине. Жаңа айттым ғой, нерв жүйесімен тікелей байланысты деп. Бізде асқазанда да көптеген нервтер бар. То есть асқазанда бізде нерв жүйесімен тікелей байланысты. То есть көбінесе стрессте жүретін адамдарда байқасаңыз, олар в основном гастрит, язвасы бар адамдар. Көбінесе мен өзім тестировать етіп көрдім. И тоже так же дұрыс питаться етпейді, жаңағы көбінесе стрессоваться етеді. Және бізде ағзада организм қандай да бір тағамды жеген кезде, то есть ол майда жаңа элементтерге бөлінеді, и организм өзіне қажетті компоненттерді алады. И солай арқылы кейбір токсиндер бізде через кожу шығады. Токсиндер, тер бөлінеді бізде. В основном сол терінің құрамында көптеген токсиндер бөлінеді.
және сол себепті хорошо питаться еткен дұрыс. То есть егер де составы непонятный, әлнесе питаться ететін болсаңыздар, кожада тоже как бы страдать ететін болады. Иә, әрқашанда дұрыс тамақтану міндетті түрде күнделікті өмірде. Жаңа сіз дерматиттің бір түрін айттыңыз. Атопический дерматит. Иә, сосын тағы да бір түр бар, қателеспесем. Дерматиттің түрлері көп. Дерматит деген сөзіңізі тері қабыну деген сөз. Өйткені мен сұрақ дайындайтын кезде тоже бір түрін оқыдым да, северный дерматит деген. Сибарейный? Сибарейный, иә. Ол туралы көп па ол да? В основном бар, бірақ атопический сияқты көп емес. Сибарейный дерматит дегеніміз ол кожаның бізде жаңа жир бөледі ғой, бізде кожада поралар көп барлық жерде. Сол пора каждый жир бөледі, бірақ какой-то факторларға байланысты ол жирдің количествосы көбейіп кетеді. И сол арқылы майланады, шаш майланады, көбінесе шашта болады в основном. И шашта майлану арқылы и жаңағы қабыршақтар болып кетеді шашта көбінесе. В основном клиникасында осындай клиникамен көрінеді. В основном бұл жерде уже шампуньдарды менять ету керек, дополнительное лекарстволар қосу керек, чтобы кожаның состояниесін бір қалыпты ұстап тұру үшін және жаңа жирностьті төмендетіп отыру үшін. Иә. Сонда шаш майланып кету, қайызғақ бұл да бір не ғой, иә? Жоқ, қайызғаққа байланысты емес. Ол жерде уже цвет сары түстес болады. Қайызғақ бізде белый түстес. Но в основном қайызғақ көбінесе жаңа шампунь дұрыс таңдамаған кезде, тоже стресске байланысты, питанияға тоже байланысты болады. И кожаның жаңа дұрыс отчет етпеген кезде, то есть пилинг қолданбай, жаңа шампунь дұрыс қолданбаған кезде в основном осы қайызғақ болады. Қайызғаққа не айтасыз кеңес? В основном шампунь, то есть қазір сульфатты шампуньдарды көбісі қолданады ғой. То есть шампунь бессульфатный болу керек. И жаңағы пилинг головы тоже қосу керек. Для кожи головы аптасына бір рет очистите хорошенько и смываете хорошенько. Кішкентай бала дүниеге келген кезде тоже бір бетте түрлі нәрсе пайда болады екен. Көбісі оны қорқады бірден. Осы жайлы айтасыз. В основном көбісінде тоже акне болады. Бірақ ол в основном қатты проблема емес. То есть белгілі бір периодта пайда болып, потом барып кетеді. Оған көбінесе лечение қабылдамайды. Егер прям ұзақ уақыт бойы болатын болса, онда лечение беру керек. Ал жаңағы көбінесе на лице диатездер пайда болады. Это диатез в основном, когда ата-анасы при беременности, после беременности жаңағы исключать етілетін компоненттерді қолданған кезде болады. Цитрус, там шоколады, сладости деген сияқты. Сол кезде, то есть ана организмде сол аллергендер болады, и через молоко сәбиге барған кезде солай тоже кожа реакция беріп, солай высыпание шығады на лице. Сонда аяғы ауыр кезде де, не туылғаннан кейін де ананың жауапкершілігі өте жоғары бұл жерде. Осы косметологияға байланысты көбінесе көп еститін мифіңіз қандай? Инъекционный процедурадан көбісі қорқады. Бірақ инъекционный процедуралар өте керемет процедуралар. То есть бір процедурадан сіз өте жақсы результаттар көре аласыз. То есть составы богатый, дорогой препараттарды қолданатын болсаңыздар, за одну процедуру өте керемет результат көруге болады. Также косметологияда гиалуроновая кислота, филлерлерді көбісі жамандайды, және ботоксты, ботулинотерапияны. Ботоксты көбісі ят деп ойлайды екен. Бірақ ондай емес. Ботокс бұл в основном бактерия, ботулинум деген. То есть сол бактерия бізде негізгі қызметі, то есть ботоксты мышцаға салған кезде бізде мышцы мен нерв жүйесі прямой тығыз байланысты. То есть бізде нервпен сигнал береміз, и кожа, жаңа мышцы соған қарай жұмыс атқарады. То есть сіз миыңызбен сигнал бересіз, то что былай істеу керек, и мышцы сол жұмысты атқарады. Бірақ егер де жаңағы бактерия ботоксты сіз жаңағы мышцаға салатын болсаңыз, жаңағы нерв пен мышцы екеуі бірге қосылған жерінде пептид болады. Сол пептид разрушаться етіледі. Сол разрушаться ету арқылы сіз сигнал берсеңіз, на мышцы қимылдамайды. То есть ол как бы мышцаны блокировать етіп тастайды. Бірақ механизм бойынша бұл немножко қиындау, бірақ результаты күшті. То есть көбінесе үлкен кісілерде, мимикасы активный кісілерде осы процедураны жасаса жақсы результат көруге болады. То есть сіз морщинаның алдын аласыз, и солай жақсы результатқа жетесіз. Бірақ ботокстың результаты 3-4 айға ғана шыдайды. Ары қарай сізге қайтадан сол процедураны жасау керек болады. Бірақ результаты күшті, олай қорқудың қажеті жоқ.
ондай ешқандай кері әсері жоқ мүлдем. Бұл миф енді танымал миф екен онда. Өйткені ботекс вообще істетпеңдер дейді, ботекс. Көбінесе қанша жастағылар істетеді бұны? Ботоксты көбінесе 24 жастан бастап айтамыз негізінде. Бірақ любой инъекционный процедура 18 жастан можно. Ботокс деген препарат болады, маленький. Соған жаңағы, оның басынан ішінде порошок сияқты болады. Соған жаңағы средствоны құю арқылы, натрий хлоридті құю арқылы перемешивать етеміз. Соны инъекционныйға тартып, мышцаларға саламыз на лице. В основном лобқа, межбровкаға и көздің айналасына жасалады. Ну, на все лицо тоже жасауға болады, бірақ бұл жерде уже басқа принцип бойынша. То есть ботокстың басқа да қызметтері бар. То есть ол бетті тартуға, лифтинг эффект беру үшін, және мойындағы мышцаларды босаңсыту үшін. Бізде көбісінде мойында активный мышцалар болады, соларды немножко босаңсыту үшін. Соны босаңсытқан кезде сізде мойында әжімдер менші болатын болады на будущее. Өзің жасап тұрасыз ба? Мен өзіме жасағанмын, маған результат ұнады. Бірақ каждый 3-4 ай сайын жасап тұру деген сияқты. Это немножко максимум. Роскошный максимум деймін ба? Сол сияқты болғандықтан қазір жасаған жоқ. Менде мимика қазір активный емес, и мимикамды өзім контролировать етуге тырысамын. Енді құпия болмаса, оқырмандар айта кетсеңіз, Қазақстанда орташа бағасы қанша болып отыр оны жасатудың? Процедура бағасы ма? Бұл жерде единицаға қарай. Единицаны 1500-2000 теңге считать етеді. Но если сізде межбровка мен лобта көздің айналасында морщина болатын болса, это общий примерно 30-40 единица болуы мүмкін. 30-40 единицаны 1,5-ға көбейтесіз. Бізде міндетті түрде осы өмірде қолдану керек деген бір қарапайым 5 кеңес айтсаңыз, теріге де, бетке де әсер бар. Болмаса екен бөліп-бөліп? Қолдану керек. Уход міндетті түрде керек. Для лица, для тела. То есть на лице уже қатты там этапы көбірек уходтары болатын болса, на тело просто увлажняющий, очищающий компоненттер болу керек. То есть көбінесе егер сізде сухая кожа болса, очищать етесіз и увлажняющий компоненттер жағу керек. То есть это эмоленты, крема, там гели. Солай кожаны увлажнять етіп тұру керек всегда, потому что на коже тоже барьер бұзылады, тоже сухость болады. Бірақ көбісі бізде бетіне ғана ухаживать етеді, теріні көбісі ұмытып кетеді. И также аптасына бір рет обязательно отшелушивать етіп тұру керек. Оған жаңағы энзимная пудра сияқты компоненттер қосуға болады. Или там скрабы разные. Солай кожаны отшелушивать етіп тұру керек. Сонда сіз терідегі высыпаниеден құтыласыз. На спине тоже көбісінде высыпание болады. И жаңағы гиперкератоз. То есть, это видели же? Инстаграмда жүреді көбінесе терісі прям пупырёшек болып тұрады. Неровность прям. Вот это гиперкератоз. Соны кожаны отшелушивать еткен кезде аптасына бір рет обязательно. И прям гладкая кожа болады көбісінде. Бұдан да бірақ витаминнің қатысы жоқ па бұғанда? Внутренно ма? В основном қатты емес. Міндет, бірақ уходтың қатысы бар? Уход обязательно, міндет түрде. Ана бар ғой, көбінесе ваннаға су толтырып, ішіне тұзбен содан салып, қазір хит болып жатыр ғой. Инстаграмда, рилста. Тоже классный метод. В основном тұз, мен ескем то, что тұз жаман энергияны алады деген сияқты. Бір жағынан ондай да бар шығар. Бірақ в основном бұл жерде тоже как пар ретінде ыстық сумен и тұз тоже отшелушивание жасауға көмектеседі. Жоқ, зиян жоқ. Прям күшті. Бұл жерде тұзды су как пляж ретінде ғой. Бізде көптеген пляждар тұзды болып келеді ғой. И егер де сіздер көбінесе за границу болған кісілер біледі, что пляжда тұзды суда шомылған кезде кожасы прям гладкая болатын. Если, например, 4 рет шомылып келсеңіз, вы заметите эффект. Очень классно. То есть тұзды су сізге как бы пляжды заменить ететін болады. Кәдімгі пайдасы бар. Міндетті түрде қолданып көріңіздер онда. Или пляжға барыңыздар. Менің ойымша, оқырмандарға қажетті тақырыптардың барлығын талдап болдық деп ойлаймын. Бүгінгі осы ойыңызбен, біліміңізбен бөлісіп, басқаларға пайдалы болатын дүниелер айтқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Пляжға барыңыздар.